Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Ақбөкен неге киелі екені туралы әңгімелейтін боламыз. Адам ата жерге түскенде оның жүзін көруге күллі жануар ынтық болыпты. Солардың арасынан алғаш көрген Ақбөкен екен. Адамды көру үшін Торғай даласынан Жида тауына тоқтамай шауып 7 күнде жетіпті. Адам ата мен Хауаны тау етегіне отау тігіп, тіршілігін бастап жатыр еді. Ақбөкеннің тұяғы тасқа қажалып, шаршап шалдығып, ақ отауға жеткенде сүрініп құлады. Адам оны көтеріп үйіне әкелді. Аузына інжір жапырағын берді. Мейірленіп тұмсығынан сипайды. Пайғамбардың аяулы алақаны тиген соң киіктің тұмсығына сымбат бітті. 2 танауы желбіреп, көзі мөлдіреп шыға келді. Жауырынан саусағымен тарағанда денесінен жыпар аңқыды. Тұяғына мүбәрак қолы тигенде қасиет тарыды. Желден желгір болды. Мүйізіне 1001 дертке ем болатын қасиет қонды. Пайғамбардың алақаны беліне тиіп еді, ол да құдіретке толды. Буаз кезінде елігінің жынысын қалауына сай өзгерте алатын жануарға айналды. Киіктің арнайы келісіне риза болған Адам ата, жануарым, бұйымтайың болса айт, Тәңірден дұға тілеп, мұқтажыңды өтейін дейді. Сонда Ақбөкен, төлдегенде құралайым шыбын-шіркейге жем болады. Одан қалса, қасқыр шабады. Даланың шөбі төліме ауырлық етіп, қоң жинай алмай қиналады. Осыған бір шара болса, деді көзі мөлдіреп. Адам ата Жаббар Хаққа киіктің арызын жеткізді. Тілегі заматта қабыл болды. Содан бастап Құданың құдіретімен киік төлдер кезде бетпақ далада шыбын-шіркейді шығартпас суық тұрады екен. Бұл Құралайдың салқыны деп аталды. Сол мезгілде қасқырдың да киікке деген тәбеті тыйылады. Құралайлар көшке ілескенше оған жақындай алмайды екен. Жас киікке арнап даладан түйе табан деген шөп шықты. Ол тек Ақбөкен төлдеген кезде ғана көгеріп көктеп кішкене лақтарға азық болады деседі. Ақбөкен Адам атаны көріп, қолынан жем жеп мұраты орындалған соң сарыарқаға қайтпақшы болды. Сол кезде Адам ата оған: Сахараға сән болып, құтпен кие мән қонып, өсіп өнсін нәсілің бір құдайым жар болып. Аллам өзі қолдасын, бар бәледен қорғасын, саған зауал келтірген арамзалар оңбасын, сайын түзден тап мекен, басқа орнасын бақ мекен. Қу медиен түздерге ырыс дарыт Ақбөкен, деп батасын берді. Осыдан соң киікке кие бітіп, қасиетті түз тағысы саналыпты. Оны нақақ өлтірген қаскөй Адам атаның қарғысына ұшырайды деген түсінік бар. Киіктің де киесі бар, пайғамбардай иесі бар деген сөз осыдан қалыпты. Әрі қарай Ақбөкен туралы қызықты мәліметтер. Бірнеше ғасыр бұрын бұл қос тұяқты жануар Еуразияның барлық шөлді аймақтарында көптеп кездесетін. Өкінішке қарай адамдардың кесірінен олардың саны едәуір азайды. Қазір Ақбөкен Қазақстан, Моңғолия, Өзбекстан, Түркменстан және Ресей елдерінің аумағын ғана мекен етеді. Жыл мезгілдері ауысқан кезде оның терісіндегі жүнінің тығыздығы да өзгереді. Жүні қыста қалың, жазда жұқарады. Сондықтан Ақбөкендер кез келген ауа райына бейімделе алады. Адамдардан кейінгі ең басты жауы қасқыр, бірақ Ақбөкенді ұстап алу өте қиын. Оның жылдамдығы 70 км/сағатқа дейін жетеді. Сонымен қатар дала аймақтарында жыртқыш аңдарға жасырын түрде шабуыл жасау қиынға соғады. Ғалымдардың есептеуі бойынша 1990-2006 жылдар аралығында Ақбөкендердің саны 95%-ға азайды. 1 миллионнан 50 мыңға дейін. Суық мезгілде ұзын мұрны маңызды қызмет атқарады. Ол өкпеге кіретін ауаны жылытып отырады. Сондай-ақ мұрынның көмегімен басқа жануарлармен әртүрлі дыбыс шығару арқылы
байланысады. Жаңа туылған ақбөкен 10 күннен кейін жүріп кетеді. Олар 7 жылға дейін өмір сүреді. 21 ғасырда бұл жануарлардың саны қатты төмендеді. Сол себептен ақбөкендерді қорғау және сақтау бойынша шаралар қабылданып, олардың популяциясы қайтадан қалпына келді. Бірақ мүйізінің емдік қасиеттері болғандықтан, қаскерлер оларды жаппай өлтіріп, мүйіздерін Қытайға сата бастады. Қазіргі уақытта ақбөкендерге жойылып кету қаупі төніп тұр. Ақбөкен 100-ге жуық өсімдік түрімен қоректенеді. Сусыз ұзақ уақыт бойы жүре береді. Қажетті ылғалды шөптерден алады. Мүйіздерінің ұзындығы 30 см, олар тек еркектерінде ғана кездеседі. Орташа салмағы 20-40 кг, денесінің ұзындығы 130 см. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.